Номері 895 есеп. Екі бөшкеде 725 литр бензин бар. Бірінші бөшкеден бензиннің 3/1, екінші бөшкеден 7/2 алған кезде екі бөшкедегі бензиннің мөлшері теңесті. Әр бөшкеде қанша литр бензин болған? Бірінші екеуінің қосындысы 725 литр. X қосу Y тең 725. Бізде былай дейді, 3/1, 7/2 алған кезде дейді. Ал сұрап тұр бізде қанша литр болған дейді. Демек біз алғанын емес, болғанын есептеуіміз керек. 3/1 алынса, бізде 3/2 қалады. Ол бізде бірінші бөшке болғандықтан X деп қоям қасына. Тең 7/2 алса, 7/5 қалады. Y-ге. X-ті табайын. X тең 5 бөлінген 7. Мына 3/2 мұнда бөлу болып барады негізі, бірақ көбейту қылып ауыстырып түсірейін. Y-ін тіркеп жасамын. 15 бөлінген 14 Y болды. Осы табылған X-ті мынау X-тің орнына кеп қоямыз. Міне, бізде X тең болды 15 бөлінген 14 Y-ге болды. Осы 15 бөлінген 14 Y-ті мына X-тің орнына кеп қоямыз. 15 бөлінген 14 Y қосу Y тең 725-ге. Ортақ бөлімі 14 болады. 14 көбейтеміз. Енді бөлшектің бөлімін қалдырып, алыммен жұмыс жасайық. 15 Y тең 14 Y тең емес, мына жерде қосу 14 Y тең 725-ті 14-ге көбейтейік. 10.150 29 болады. Y тең 10.150-ді бөлеміз 29-ға. Y тең 350 шықты. 350 литр. Енді мына жерде X қосу Y тең 725 деп белгілеген едік. Сол жерге апарып қоямыз. X-ті табамыз енді. X тең 725-тен 350-ді алып тастаймыз. Тең 375 қалады. 375 литр. Жауабы. Бірінші бөшкені X деп белгіледік. Бірінші бөшкеде 375 литр бензин болған. Екінші бөшкені Y деп белгіледік. Онда 350 литр бензин болған екен. 896 есеп. 3 қатарда 165 кітап бар. Бірінші қатардағы кітаптар саны екіншіден 3 есе артық. Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатардағы бізде кітаптардың саны белгісіз. Сол себепті барлығын X деп белгілеп алайық. Бірінші қатардағы кітаптардың саны екіншіден, дейді, мына екіншіден 3 есе артық демек 3-ке көбейтемін. Ал үшінші қатардағы екіншіге қарағанда 15 кітап артық. 15-ті қосамыз. Осы 3 қатардағы кітаптардың қосындысы 165-ке тең. 165. Екінші қатарда неше кітап бар? Мынаны сұрақ белгісін қоя салайын. Теңдеуін құрайық. 3X қосу X қосу X қосу 15 тең 165-ке. Мына жерде 4X 5X болады. Тең 15 теңіздің келесі бетіне минус болып 150 болады. X тең 150-ді 5-ке бөлсем 30 болады. Енді демек екінші қатарда 30 кітап болған. Бірінші қатарда 33-ке көбейтеміз 90 кітап болған. Ал үшінші қатарда 30-ға 15 қосамыз 45 кітап болған. Келесі есеп. Жүрдек пойыз жүк пойызына қарағанда 30 км артық жылдамдықпен жүрді. Жүрдек пойыз 6 сағат жүрген жолды, жүк пойызы 8 сағат жүрген жолынан 60 км артық болды. Жүк пойыздың жылдамдығын табыңдар. Жүрдек пойыз жылдамдығын V1, ал жүк пойыздың жылдамдығын V2 деп алайық. Жүк пойызыныкін V2 деп алайық жылдамдығын. Жүрдек пойыз 6 сағат жүргеннен соң жүрдек пойыздыкін Т1 деп алайық. Т1 6 сағат, Т2
8 сағат жүрген жолынан дейді 60 километрге артық. Жылдамдықтарын жазайық. В1 және В2-е жүрдек пойыздың жылдамдығы жүк пойызына қарағанда 30 километр артық жүреді дейді. Сонда мынаған 30-ды қосып қоямыз. Енді бізде формула бар, S тең мына 60 километрге артық деп тұр ғой, сол себепті В1 көбейтілген Т1 азайту В2 көбейтілген Т2 ол тең 60-ға деп аламыз. Ары қарай, енді осы формула бойынша орнына қояйық. В1 бізде В қосылған 30-ға тең. Т1 6-ға тең. Көбейтеміз 6-ға. Азайту Т2 8-ге тең. В2 В-ға тең. Тең 60-ға. Теңдеуді ары қарай шығарайық. 6В қосылған 180 азайту 8В тең 60-ға. Жүк пойызының жылдамдығын табуымыз керек біз. Жүк пойызының жылдамдығын В2 деп алдық, В2-ні табуымыз керек. 6В-дан 8-бен алсақ 2В қалады. Тең 60-тан 180-ді азайтсақ минус 120 болады. В-ны табу үшін минус 120 бөлінген минус 2. В тең 60. Демек, В2 дегеніміз, бұл бізде жүк пойызының жылдамдығы 60 километр сағатына. Келесі тапсырма. 3 санның қосындысының мәні 94-ке тең. Бірінші сан, екінші саннан 18-ге кем. Үшінші сан, екінші саннан 4-ке артық. Осы сандарды табыңдар. Қысқаша шартын жазып алайық. Бірінші сан, екінші саннан 18-ге кем. Бұлардың барлығы бізде белгісіз. X деп белгілейік. Бірінші сан маған қарағанда 18-ге кем. Үшінші сан, екінші саннан 4-ке артық қосамыз 4-ті. Осылардың барлығының қосындысы 94-ке тең. Осы сандарды табамыз. 1, 2 және үшінші сан. Белгісіз табуымыз керек. X азайту 18, қосу X, қосу X, қосу 4 тең 94. X-тарымыз 3X. 94-тен 4 тасақ 90 болады. 90-ға 18-ді қоссақ 108 болады. X-ті табу үшін 108-ді 3-ке бөлеміз. X тең болады 36-ға. Орындарына қояйық. Бірінші сан дейін. 36-тан 18 асақ 18-ге тең. Екінші сан 36-ның өзі. Үшінші сан 36-ға 4 қоссақ 40 болады. Келесі тапсырма. 899. Коля Дәуреннен 2 жас үлкен. Сәуле Колядан 3 жас кіші. Коля Дәуреннен Сәуленің жастарын қоса 37 шығады. Дәуреннің жасын тап. Коля, Дәурен және Сәуле деген есімдерді жазып алайық. Және бұлардың жастары бізде белгісіз. Сол себепті барлығын X деп белгілеп алайық. Енді қарайық. Коля Дәуреннен 2 жас үлкен. Қосамыз 2-ні. Сәуле Колядан 3 жас кіші. Сәуле Колядан 3 жас кіші. Міне Коляның жасы X қосылған 2 ғой. Содан 3 жас кіші деп тұр. Демек, азайтамын осыдан 3-ті. Енді бұлардың жастарының қосындысы 37-ге тең. Дәуреннің жасы қаншада? Табу керек. Дәурен неше жаста? Теңдеу құрамыз. X қосу 2, қосу X, қосу X. 2-ден 3-ті азайтамыз, минус 1 болады. Тең 37. X-теріміз 3X. Тең 2-ден 1-ді азайтамыз, 1 болады. 1 теңдіктің келесі бетіне минус болып өтеді, 36 болады. X тең 12 болды. Енді ары қарай орындарына қоямыз. Жауабы Коля. 12-ге 2-ні қосамыз, 14 жас. Дәурен 12 жаста. Сәуле
Сәуле. 12 2-ні қосамыз 14, 14-тен 3-ті азайтамыз 11 жаста. Келесі 9 жүзінші есеп. Әкесі мен оның қыз және ер балаларының жастарын қосса 47 жас шығады. Әкесінің жасы ұлының жасынан 5 есе артық. Қарындасы ағасынан 2 жас кіші. Ер баланың жасын табыңдар. Қысқаша есеп берілген жазып алайық. Әкесінің жасы ұлының жасынан 5 есе артық. Көбейтеміз 5-ке. Қарындасы ағасынан 2 жас кіші. Азайтамыз 2-ні. Ер баланың жасын тап. Енді теңдеуді құрбалайық. 5x қосу x азайту 2 қосу x. Осылардың қосындысы 47-ге тең. 47 деп қояйын. Енді ер баланың жасын табуымыз керек. 5x-ке x 6x, 6x-ке 1x 7x болады. Тең. 42 теңдіктің бетіне қосу болып барып 49 шығады. X 7-ге тең болды. Енді табайық. Әкесі 7-ні 5-ке көбейтем 35 жаста. Қызы 7-ден 2-ні азайтамыз 5 жаста. Баласы 7 жаста. 901-ші есепке қарайық. Есептің берілгенін қысқаша жазып алайық. 3 бұрыш пен 4 бұрыштың қосындысы 15-ке тең. X қосу y тең 15 деп алдық. Енді бұлардың дейді бұрыштарының саны қанша? Енді бізде осылардың қосындысы 15-ке тең. Жазамыз x қосу y тең 15-ке. 3 бұрыш пен 4 бұрыштарының саны табуымыз керек. 4 бұрыш саны және 3 бұрыш санын табу керек. Енді 3 бұрыштың бұрышы 3 болады, ал 4 бұрыштың бұрышы 4 болады. Олардың бұрыштарының қосындысы y тең керек. Y тең 53-ке. Значит, y-ті табайық. Y тең 15 азайту x. Енді мына табылған y-ті мына y-дің орнына әкеп қоямыз. 3x қосу 4 деймін де y-дің орнына 15 минус x-ті жазамыз. Тең 53-ке. 3x қосу 4 15-ке бөлсек 60 болады. 4x-ке бөлсек минус 4x тең 53-ке. 3x-тен 4x-ті азайтсақ минус x болады. Тең 60-тан 53-ті азайтам. 60 мына бетке минус болып өтеді, минус 7 қалады. X тең 7-ге. X деген бізде 3 бұрыш. Онда 3 бұрыш бізде 7 екен. 3 бұрыш саны 7 болды. Енді x-ті мына жерге әкеп қоямыз. 7 қосу y тең 15-ке. Y тең 15-тен 7-ні азайтамыз. Y тең 8. 8 деген бұл, y деген 4 бұрыш. 4 бұрыштың саны 8.